Филиппов есептер жинағының номері 64-ші есеп шығарамыз. Y штрих тең болады 1 бөлінген x қосылған 2y. Бұл есеп бізде айнымалысы ажыратылатын теңдеуге келтірілетін теңдеу болып табылады. X қосылған 2y-ті z-ге теңестіріп алайық. Осы жерден y-ті табатын болсақ, y бізде тең болады z бөлінген 2 азайту x бөлінген 2-ге. Y штрихті осы жерден табатын болсақ, бізде z штрих бөлінген 2 азайту 2-ден 1. Енді осы алмастыруларды теңдеуімізге апарып қойайық. Сол кезде z штрих бөлінген 2 азайту 2-ден 1 тең болады 1 бөлінген z-ге. Теңдіктің екі жағын 2-ге көбейтейік. Z штрих азайту 1 тең болады 2 бөлінген z-ге. Енді апарып, енді барлығын бір жаққа жинап алайық. Минус 1-ді теңдіктің оң жағына өткізіп, ортақ бөлімді z-тан берсек, z қосылған 2 бөлінген z болады екен. Енді осы жерден айнымалысын ажырата берсек болады. Айнымалыларын ажырататын болсақ, dz көбейту z бөлінген z қосылған 2 бізде тең болады dx-қа. Енді мынау бөлшегімізге түрлендіру жасайық. 2-ні қосып, 2-ні азайтайық. Енді барып мүшелеп бөлетін болсақ, 1 азайту 2 бөлінген z қосу 2 dz тең болады dx-қа. Енді барып екі жағына интеграл ала берсек болады. Сол кезде бізде не болады? Z азайту 2 ln z қосылған 2 тең болады x. Өрнегімізді ықшамдап жазу үшін бос мүшені минус ln с деп алып алайық. Так, z-тің орнына енді бағана алмастыру x қосылған 2y-ті қояйық. X қосылған 2y азайту 2 ln x қосылған 2y қосылған 2 тең болады x азайту ln с-ға. X-тар бізде жойылады. Нәтижесінде бізде қалады. Так, теңдеуімізде 2-ге бөліп жіберейік. Сол кезде y азайту ln x қосылған 2y қосылған 2 тең болады минус ln с қалады. Сол кезде y қосылған ln с тең болады ln x қосылған 2y қосылған 2-ге тең болады. Логарифмдерін қысқартып жазатын болсақ, с көбейту e-нің y дәрежесі тең болады x қосылған 2y қосылған 2-ге. Енді бізде есебіміздің басында шарт бар еді. Ол бізде y-тің 0-дегі мәні минус 1-ге тең. Y-тің 0-дегі мәні минус 1-ге тең болатын болса, так, с көбейту e-нің минус 1 дәрежесі тең болады y-тің 0-дегі мәні 2y жоқ. Мына жерге минус 1 қоямыз. Минус 1 плюс 2. Сол кезде с көбейту e-нің минус 1 дәрежесі бізде тең болады 0-ге. Осы жерден с-ны табатын болсақ, с тең 0 болады. Онда біздің есебіміздің шешімі мынандай түрде болады. X қосылған 2y қосылған 2, с бізде 0, сондықтан теңдіктің оң жағы 0 болады екен. Міне бізде осы 64-ші есептің шешімі осындай түрде болды.